Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Алматыда қатты суықтан 2 адам көз жұмды. Таңға дейін осы жол апаты тіркеліп, 4 адам жарақат алған деп хабарлады Түркістан.kz Астана арнасына сілтеме жасап. Қардың қалыңдығы қала және таулы жерлерде қазір 13-15 сантиметрге жетті. Көктайғақтан жол апаты жиі болып жатыр. Таңғы 6-ға дейін осы жол оқиғасы тіркелді. Оның ішінде 4-еуі жарақат алғандар болды. Әрқайсымыз далаға шыққан кезде біз жол қозғалысына қатысушымыз. Біреуі жүргізуші, біреуі жаяу жүргінші болып, біреуі жаңағы қоғамдық көліктерге жүретін жолаушы ретінде. Сол себептен әрқайсымызға қойылған нақты талап бар, дейді қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі басшысының орынбасары Еркін Өтелгенов. Қар тазалау жұмысына 818 техника мен 1300-ге жуық адам жұмылдырылды. Жаяу жүргінші жолдарды тазалап үлгермей жатқандықтан жарақат алғандар көп. Арасында қол аяғын сындырып алғандары да аз емес. Халдері әртүрлі жеңіл жарақат дейміз ғой. Содан бастап сыныққа дейін келіп жатыр. Ол сыныққа ота жасауда керек болып жатыр. Денесі суықтап, қалғандар да түсіп жатыр. Суық басталғалы бері тек біздің ауруханамызға 5 адам дене суығымен түсіпті. 21 науқастай сол көктайғақтан құлап жарақат алып түсіп жатыр, дейді номер 4 қалалық клиникалық аурухананың травматология бөлімінің меңгерушісі Бақтияр Амангелдіұлы. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егерде біздің видеоролик ұнаса, подписывайтесь және бір ғана лайк түймесін баса кетіңіздер.